Қайырлы күн. Осында карамельный пирог пісіретін боламыз. Жұмсақ сары майымызға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Unumuzu салып, қопсытқышымызды қосып, қамыр жасаймыз. Бұл қамырымызды холодильникке 30 минутқа қойып, оқтаудың көмегімен жайсақтап алады. Ал мен холодильникке салмай, қолдың көмегімен жаюды жөн көрдім. Салмасын дайындаймыз. Вареный сгущенкамызды қосып, қаймақ, жұмыртқамызды қосып, бір келкі масса боламын дейінше араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутқа пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз пісті. Енді суытуға қоямыз. Суығаннан соң барып, қант ұнтағын шашып, кететін боламыз.
дәмді пирогтардың бірі. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.